Армысыздар, құрметті ханымдар, құрметті аналар, құрметті абзал жандар. Ерғанатты және өзінің әзіл несімен кішкене бүгін кешімізді жақсы көңіл күйде өткізетін деп сенімдіміз. Сондықтан да бүгін осы залда біздің саламыздағы ең санасы көп әйелдер ол белгілі. Сондықтан да баршаңызды бүгінгі халықаралық әйелдер күнімен құттықтау үшін, бірінші сөз айту үшін, мен үшін бұл үлкен мәртебе. Бүгін сіздерді осы көктемнің ең шуақты, ең нәзік мерекесі деп санауға болады. Бірақ та бүгін өздеріңіз көріп отырғандай, ауа райы кішкене нұр жауып, бүгін жауын жауып жатыр. Бірақ бүгін бүкіл университетіміздің корпустарында, ауруханаларымызда, бар жерлерде бір стандартпен жаңағы живая музыка дейміз ғой. Сол живая музыканы қойып, сіздердің кішкене көңілдеріңізді көтерейік деп, бүкіл еркектеріміздің атынан осындай бір кішігірім құрметті ұсындық. Сол ноталармен шыққан. С этими прекрасными нотами, которые сегодня звучали практически в каждом корпусе нашего университета, я думаю, что мы почувствовали приближение весны, приближение вот этого замечательного праздника. Ведь на самом деле, как Ерганат уже отметил, женщина, она в первую очередь, она дочь, она сестра, потом она тетя, потом она жена, потом она мать, бабушка, она. И поэтому во всех этих статусах женщины прекрасны. И для каждого из нас мама – это самый близкий человек, самое близкое слово, самое теплое слово для каждого из нас. Поэтому, наверное, статистика тому подтверждение, что в системе здравоохранения сегодня порядка 70% это женщины. В стране работает 81 тысяча врачей и порядка 200 тысяч, ну если быть точнее, 191 тысяча медицинских сестер. И вот 70% всей системы здравоохранения это женщины. На ваших хрупких плечах люди приобретают надежду на самое ценное, самое главное, что у них есть, это надежду на здоровье, надежду на жизнь. Вашими ласковыми руками выхаживаются самые тяжелые пациенты. Дети ждут маму после роддома. Это прекрасно, да? И мы делаем все, чтобы семья воссоединилась. И каждый случай, а этих случаев миллионы по стране, подтверждение нашего кропотливого труда наших женщин. В нашем университете есть хорошие традиции, и қазақша айтқанда батыр қыздарымызда бар, Маншук Маметовадан бастаған. Қазірде күні түні осында университетімізге біліммен бөлісіп, жас ұрпақтармен білім беріп, клиникаларымызда науқастарды қарап жүрген сіздер. Сондықтан да сіздердің алдыңызда басымызды иеміз. Енді өздеріңіз білгендей, бұл мерекенің шеңберінде біз өзіміздің правлениемізбен шешім қабылдап, бүкіл университет ұжымының әйелдеріне кішігірім премия ұсындық. Оны бәрілеріңіз алған боларсыздар. Сонымен қатар бүгінгі күнді ресми түрде әйелдер үшін қысқа күн деп жариялаймыз. Бүгінгі концертті қабыл етіңіздер, көңіл күйлеріңіз жақсы болсын, үйлеріңізде аманшылық болсын, шаңырақтарыңыз әрқашанда биік болсын, дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа жайылсын, еліміз тыныш болсын, аман болайық. Рахмет.